Сәлеметсіздер ме, құрметті балалар? Сабағымыздың басында мен сіздерге жұмбақ жасырғым келіп отыр. Сол жұмбақты шеше отырып, сіздер бүгінгі сабақтың тақырыбын біле аласыздар. Әр күнде, әр сағатта біз оқимыз осында. Қоңырау үні соққанда, біз жазамыз тақтада. Ол жарық, өте таза. Біз отырамыз осында. Айтыңдаршы балалар, бұл не? Дұрыс айтасыздар, бұл сынып. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы менің сыныбым. Бүгінгі сабақта сіздер сөздерді тыңдап, мағынасын түсіне аласыздар. Тема сегодняшнего урока – мой класс. Сегодня, ребята, вы научитесь понимать значение новых слов. Және де сұхбатта не туралы айтылғанын түсінесіздер, а также вы начнете понимать, о чем говорится в диалоге. Сонымен қатар сұрақтарға дұрыс жауап беретін боласыздар и будете правильно отвечать на вопросы. Балалар, өткен сабақта біз сіздермен сын есімдерді өттік. Сол сын есімдерді есімізге түсірейікші. Сіздердің алдарыңызда екі бағанда сөздер берілген. Бірінші бағанда қазақ тілінде, ал екінші бағанда орыс тілінде. Қазір сіздерге мынадай тапсырма. Сіздер осы екі бағандағы сөздерді сәйкестендіріп, дұрыс жауаптарын тауып алыңдар. Ал енді балалар, осы тапсырманы қаншалықты дұрыс жасағандарыңды тексерейік. Жарайсыңдар балалар. Осы сөздер естеріңізде қалғандарына мен өте қуаныштымын. Ребята, а давайте теперь проверим, насколько же верно вы выполнили данное задание. Молодцы! Меня очень радует, что вы запомнили слова прилагательные. Бүгінгі сабақта біз сынып туралы сөйлесетін болғандықтан, қазір біз осы сыныпта не бар екенін айта кетейік. Сыныпта не бар деген сұраққа толығымен жауап береміз. Сыныпта не бар? Сыныпта тақта бар. Суреттерге қарап, маған жауаптарыңызды айтасыздар. Сыныпта не бар? Сыныпта терезе бар. Сыныпта не бар? Сыныпта парта бар. Сыныпта не бар? Сыныпта орындық бар. Сыныпта не бар? Сыныпта үстел бар. Сыныпта не бар? Сыныпта есік бар. Жарайсыңдар. Сұраққа толығымен дұрыс жауап бердіңіздер. Сегодня на уроке вы также познакомитесь с жанрами произведений, такими как жұмбақ, загадка. С нее мы начинали наш урок. Өлең, стихотворение. Также вы узнаете ертегі, сказка, әңгіме – это рассказ. Балалар, жұмбақ дегеніміз, ол жауабын тауып алу үшін бір нәрсені суреттеу. Ребята, загадка – это краткое определение или описание кого-нибудь или чего-нибудь, по которому можно будет отгадать, кто это или что это. Өлең бұл бір-бірімен ұйқасатын шағын жолдар. Стихотворение – это небольшое по объему рифмованные строчки.
Ертегі дегеніміз бұл қиял ғажайып шығармалар. Соны бақытты аяқталады. Сказка – это волшебное произведение, обычно со счастливым концом. Әңгіме бұл шынайы оқиғалар болып жатқан шығарма. Рассказ – это произведение, в котором происходят настоящие события. Ал келесі тапсырмамыз сәл қиындау болады. Сіздер бұл тапсырмада заттың атын атап, оны суреттейсіздер. Мысалы, мынау тақта, тақта жасыл, немесе тақта үлкен. Осы тапсырмаға сіздерге 1 минут уақыт беріледі. Тапсырмаға берілген уақытымыз аяқталды. Барлықтарыңыз тапсырманы дұрыс орындады деп үміттенемін. Келесі тапсырмамыз сұхбатты тыңдап, үйлерінде осы үлгі бойынша ата-аналармен сөйлесіңдер. Прослушайте диалог, на примере данного диалога проговорите его с родителями. Мынау не? Бұл менің сыныбым. Сынып қандай? Сынып үлкен, әдемі. Сыныпта не бар? Сыныпта тақта, үстел, парта, орындық, шкаф бар. Тақта қандай? Тақта үлкен және жасыл. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы менің сыныбым деп аталады. Бүгінгі сабақта сіздер сөздерді мұқият тыңдауға, түсінуге және соған байланысты әрекет етуге үйренесіздер. Сұхбаттасынды түсініп, этика нормаларын сақтай отырып, дұрыс жауап бере аласыздар. Мәтіннің жанрын, өлең, ертегі, жұмбақ, әңгіме және тағы да басқа түрлерін ажырата білесіздер. В завершении урока давайте вернемся к целям, которые мы поставили в начале урока. Оцени свою работу на уроке. Понял ли ты значение новых слов? Понимаешь ли ты, о чем говорится в диалоге? Сможешь ли ты правильно отвечать на поставленные вопросы? Выбери соответствующий смайлик. Маған бәрі түсінікті. Мне все понятно. Үйде талқылаймын. Разберу дома. Өте қиын. Түсінуге тырысамын. Очень тяжело. Постараюсь понять. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше.